Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі рецепт бізде осындай ашытпай жасалатын 7 нанның рецебімен бөлісемін. Бізде осындай үлпілдек болып шығады. Және де ашытып, оны күтіп отырмайсыздар. Жұмсақ болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көрсетемін. Мінекей бізде жұмсақ әдемі болып шығады. Ыдысымызға айранымызды құйып аламыз. Бір шай қасық ас содасын қосамыз. Араластырамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін пайдалы әрі оңай рецепттер өте көп менің арнамда. Кіріп қарап шықсаңыздар болады. Және де 2 дана жұмыртқа қосамыз. Видео сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып отырсаңыздар. Бір ас қасық қант қосамыз. Және шай қасықпен тұз қосамыз. Барлығын араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Және де електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Венчигімізбен араластырамыз. Ал енді қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Ұнымызды осылай аз-аздан қосып отырамыз. Келесі 3 ас қасық сұйық майымызды қосып илейміз. Ұнды аз-аздан қосып отыратын болсаңыздар, жұмсақ болып шығады. Біркелкі болғанша осылай илеп шығамыз. Илеп болғаннан соң ұнымызды сеуіп, бөліктерге бөліп аламыз. Дәл осы бөліктерімізді зуалай етіп домалақтап шығамыз. Ұн сеуіп отырып жасаймыз. Бізде жабысқа қамыр болып тұрады. Ал енді біртіндеп жайып аламыз. Барлығында жайып аламыз. Мінекей осындай қалыңдықта болады. Ал енді майымызды қыздырып, пісіруді бастаймыз. Осылай көпіршіктері шығады бір бетін пісірген кезде. Басты ерекшеліктерінің бірі бізде баяу отта деп отырмаймыз. Осылай жоғары отта пісіре береміз. Төменгі беті қызған кезде келесі бетіне аударамыз. Бізде осындай үлпілдек болып шығады. Келесі нандарымызды да пісіріп аламыз.
Осы рецепт бойынша жасап, уақыт үнемдейсіздер, әрі тез пісіріп ала бересіздер. Бұл сенімді рецепттердің бірі. Мен осылай үнемі жасап отырамын. Және де сіздер үшін осы рецепті бөлісейін деп видео түсірдім. Пайдалы болса, кішкене қолдап кетсеңіздер. Екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Бізде осылай көпіршіктері шығып отырады. Және де осы рецептпен бауырсақты да пісіре берсеңіздер болады. Барлығында осылай пісіріп шығамыз. Аз ғана уақытта осылай дәмді, жұмсақ болып шығатын нандарымыз дайын болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, ас болсын.